Енді мына мемлекеттік деңгейде қарасақ, онда әрине бұл тек қана мен болған замандағы елшіліктің істеген істері емес. Бұл енді содан кейін біраз жақсы азаматтар келіп, елшілер болып, олардың барлығы сол. Ол енді ұрпақтан ұрпаққа деген дейді. Сол кейбір мәселелер шешілді, кейбір шешілген жоқ. Ол енді басқа әңгіме. Мысалы, бірақ болған мысалы су мәселесі, және де шекарадағы су мәселесі. Мен сол жаққа барғанда 92 жылы ең бірінші ұсыныс Қазақстанның атынан шекарадағы су мәселесі, Ілияның тағдыры, ертістің тағдыры. Содан қанша жыл өтті, 90 санап көршістік, 30 жылдай. Сонда ылғи сол кәдімгі бір мазақ қылғандай. Қытай бұл мәселені зерттеп жатыр деген. Одан басқа жауап жоқ ешқандай. Екі арада өздері үлкен су құйма. Содан енді қанша бергісі келеді, сонша береді бізге. Сонымен Іле өзен қара ертістің тағдыры шешілді. Біздің пайдамызға еместі. Бұл өте өкінішті. Ал енді бұған кімді кінәлауға болады? Әрине Қытай жағына біз енді оның несін арам ойларын, істерін ұқтық түсіндік. Ал енді біз өзімізді кінәлауымыз керек. Біз мемлекет ретінде, ұлт ретінде бұл мәселеге дұрыстап қарамадық, мінез көрсете алмадық. Бұға берсең суға береді дегенде осы. Олар содан кейін Қытайлар жағынан. Бұл енді өкінішті жағдай. Енді сонда біз екі арада өзіміздің бауырлас, тағдырлас мемлекеттер, Орта Азия мемлекеттері. Қырғыз бауырларымыз біз еш уақытта бізде ортақ енді сол үлкен мәселеміз бар, шешілмей келе жатқан. Ол да сол суға байланысты. Мысалы, біз Қырғызбен ауыз бірлікті жоғалтпаған кезде ынтымақты күшке айналдыра білгенде. Мысалы, Мұхтар Әуезов Қырғыздың анасын құтқарды. Ал енді Шыңғыс Айтматовтар Мұхтар Әуезовтің қилы заманын құтқарды кезінде. Солай 40 жыл жатқан түрмеден шығар деуге болады. Сонда ауыз бірлік көрсетіп, біз онда Қырғызды Қызылсу дейтін өзен. Қырғыздан Қытай жағына ағады. Көп мәселе сол жерде ауыл шаруашылығына байланысты сол Қызылсу шешіп отыр. Ал енді Қырғыз бізге аққан суға пұл сұрайды, ақша сұрайды. Ал енді сол жаққа Қытайға барған сол ешқандай талап қоймайды Қытайлардың алдында. Өйткені олар да жалғыз. Ал енді олар арқасы қазақ бар, Орта Азия бар деген сезім туса оларда. Олар мүлде басқаша сөйлесер еді Қытаймен. Онда ортақ табыс жеміс сөзі ортақ болар еді. Ол да өте өкінішті жағдай. Демек, біз Қытайға кінә тартқанда, сол Қытай сен осындайсың деп арамдығың бар дегенде, ең бірінші өзіміздің кім екенімізді жақсы білуіміз керек. Біздің ұлттық мемлекеттік мүддеміз не? Қытайлар олар өте жақсы біледі өздерінің мемлекеттік мүддесін. Соған бұл өкініші. Ал енді қуанышты жағдай ең бірінші Қытайға барғанда Наурыз мерекесін, сонда Пекиннің өзінде бір 500 жанұя қазақтар. Олар сол жерде тұрады. Олар сондай қуана, сескеніп әрине, бұрын болмаған тәжірибе ғой. Жинадық оларды. Елшілікке, олардан сол қазақтан шыққан бір генералдары бар, өте беделді Қытайдың өзінде. Сол кісі келіп, сонда Наурызды атап өттік. Олар көздерінен жас алып өткені Пекинде, Қытайда бірінші рет Наурыз солай аталып өтті. Ол өткен. Екінші, Абайдың қара сөздерін дұрыстап Қытай тілін аударуға біраз әрекет жасадық. Сонда қазақтар көп Қытай тілін өте жақсы білетін. Соның ішінде Қытай әдебиеттің үлкен сыйлығының иелері бар. Солар ат салысып барлығы. Олар қолдан қолға алып, оны жақсартып. Демек, Абай Қытай тілінде қара сөздері өте жақсы. Ойнап шықты, сонда керемет жақсы.
мен оған да қуанамын. Соны ал енді шығарғанда біз өзіміз ақша төлеп елшіліктен соны ал бірінші несін басылымы сол болды. Бұл әбден қуануға тұратын жағдайлар. Сол. Ал енді тағы да бір Қытай әрине бір сескенеміз, қауіптенеміз де. Ал бірақ та менің үлкен олжам кәдімгідей адами жақсы қасиеттері бар Қытайлармен кездескен. Біреу емес, екеу емес. Олар ақындар, ғалымдар. Енді олар қаншама соланы 1,5 миллиардтағы бая халық болса да олар соланы кеуде көтеріп, ана бізге онда мінез көрсетпейді. Өте үлкен тәрбие, көне есті. Бұрыннан олар ештеңені ұмытпай, ана 7-8 ғасырлар таң дәуірі. Сол кезде оларға Қытайға біздің түрк бабаларымыздың мәдениеті өте үлкен әсер еткен. Соны олар мақтап, ақ киізімізді мақтап, Либо дейтін ақындары. Қандай керемет жақсы. Жалпы олар түрк тілінде сөйлей бастаған кездер, сондай кездер болды. Біз оны, олар Қытайлар оны есінде сақтайды. Біз ешқандай қазір сол қолда тұрған алтынымызды қазір оған дұрыстап бағалай білмейміз. Біздің әсерімізді Қытайға. Ал енді соның ішінде өкінішке орай 751 жыл Ақлақ соғысы, не талас соғысы. Ол енді Қытайлар өте жақсы біледі. Бұл 751 жылы. Сол кезде таң әскерлері келіп, олар ана Ташкент алып алды, шашу кездегі тағы басқа. Олар мүлде Еуразияның тарихы мүлде басқа жолмен кетер еді. Ақлақ шайқасы болмаса. Ал енді сол кезде 751 жылы түрк бабаларымыз өзіміздің. Содан кейін арабтар сол жерде болған. Содан кейін парсылар, олар тіл табыса білді. Содан кейін тойтарыс берді Қытайларға. Тас-талқан шығарды. Үлкен Қытайдың жауынгер күштерін. Сол есте қалды олардың Қытайдың. Осы күнде олар қалай болса да сескеніп қарайды жаққа. Сондықтан олар үшін ең бірінші, ең ірі мәселе осы Орта Азия халықтар бірікпесін деген. Сондықтан арамызға олар шоқ салып, алыстатуға ұмтылады. Оған көп әрекет жасайды. Осы сабақтарын ұмытпасақ жақсы болар еді Қытаймен қарым-қатынаста. Және де достарымыз, әлемде біздің қандай достарымыз бар. Мысалы, Индия, мен ешқандай, Жапонияда барды. Енді Америка нелерді айтпай әрқайсының такөшен, Ресейдің әрқайсының өздерінің пайдасын ойлап жүретін нелер қойылады сол айтты. Но бірақ сол әрине бізде сол ойыншы болуға айналуымыз керек. Бізде өз мүддемізді білуіміз керек. Бізде сол ұтарымызды қандай такөшен, қандай жолмен жеңуге жетуіміз керек деген соның бәрін есте сақтауымыз керек. Сонда бекер сөздер барлығы, ой Қытай баяғы сен қара Қытай келсе күнің бітті дегенде жетер енді олар. Өйткені қазір күнделікті олар енді кірді келді осында Қытайың. Енді қарап көрсең, көзіңді ашып, шындықты солай. Ақтауда қанша, тағы Ақтөбеде тағы бәрі шындық қой. Ал дәл осында ертең оянғанда, ұйықтаған қазақ, ертең оянғанда мүлде басқа мемлекетте оянуы мүмкін. Сол болмас үшін қазір уақыт өткізбеуіміз керек.